сәлем десмекаға көштір лайк басыңыздар. Қалай көшіп басыңыз. Бұл видеода менде новый пакетик болады. Ол пакетик қазір, и бұрында вообще всегда хит болады. Сол үшін мен де оны поддерживать етемін. Өйткені ол да менің үйімде тұрады тоже. Вот. Қазір мен оны көрсетемін. Міне! Бұл куклалор пакетик. Куклалол пакетиктері. Біріншісі мынау ең үлкені, мынандай красивый вообще. Следующий, ол тоже мынандай үлкен вообще. Менің қолыма даже үлкен, но нормально маған. Дальше еще мынандай тоже, бұл уже средний, это уже нормально. Бұлықта айтып тұр 35 с плюсом, а маған 6 с плюсом. Дальше еще мынандай түрі бар. Мынандай түрі бар. Қараңыздар, алақаныма даже үлкен. Мынақты барлық пакетиктерде адамдар айтып тұр 35 с плюсом деп тұр. Кім 35 с плюсом летний куклалар? Коллекция ғой ол. Коллекция? 35 плюс коллекция деп тұр ғой. Вот здесь просто вообще адам ойнамайтын еді. Сәлем бәріңізге. Менің қасымда мама. Видеосын көріп күліп жатыр бұл қызым. Қазір біз бастаймыз, ал басқа пакетиктер сіздерге уже таныс, сол үшін видеоны мен созбаймын, ал біз бастаймыз. Кетті. Достар, менің бұрынғы пакетиктермен таныстырып кетейін. Мынау пакетиктері, киім пакетиктері. Оны, думаю, барлықтары запомнить еткен шығар. Өйткені мынау листе уже сол пакетиктер тұр. Мынау екіншісі бұл фломастер пакетиктері қапталған. Вообще, думаю, оны тоже ешкім ұмытпады. Следующий менің сумка. Думаю, оны тоже ешкім вообще ұмытпады. Вот. Сосын бізде біріншісі қайсы еді? Фломастерлер. Давайте фломастерлерден. Мен, к сожалению, қазір и бүгін вообще ашамын бір-бірден. Өйткені менде уже екеу ғана қалды. Сол үшін мен, давайте намыға просто вот так мынау болады. Все. Мынау, сосын барып, мынау яқтан уже тоже екеу қалыпты. Міне, давайте сейчас любую аламыз. Давайте мынаны аламыз. Бұл жұқа болып тұр, сол үшін алғым келіп тұр. Следующий киім пакетиктері. Ода тоже екеу қалыпты. Барлықтар екеуден қалыпты. Ладно, давайте мынақты тоже алған. И давайте мынақты тоненькийні алайық. А мынаны қоямыз. Бұл уже келесіде болады. Следующий ең последний. Тек қана бұяқтан мен екі-екіден ашам. Өйткені бұл новый пакетик. Мен хочу мынау красивый үлкенін ашуға. Потом давайте, наверное, мынақта фиолетовый ашайық. Или хотя нет. Давайте мынаны ашайық. Өйткені мынақта 35 плюсом айтып тұрған жоқ вообще. Вот. Қазір бұның бәрін біз ашамыз. Куклалардан бізде мынандай болды. Мен соларды таңдадым. Пакетик киімдерден мынандай обычный. Ал мынақта барлықтарыңыздар білесіздер. Давайте бірінші фломастерлерден бастаймыз. Все. Я громила. Бізде мынақта біріншісі мынандай красивый зеленый тоже, кстати. Так, давайте оны просто мынақны қоямыз. Сосын барып мынандай вообще. Біз оны мынау коллекцияларға қоямыз. Өйткені ол точно сондай же. Бұл фиолетовый, мынақта тоже фиолетовый. Странно. Сосын бізде тоже сондай. Мені қараңыздар. Мынандай сары бір надписпен, бірақ мен ағылшынша вообще оқи алмаймын. Біз оларды мынаған тоже істейміз.
қоямыз. Все. И ең последний, он мынандай розовый. Так, давайте безумно маяка. Так, я подумала лучше вот так. Мынау пакетик уже бітті, то есть сіздерге қай цвет қатты ұнады, жазып кетіңіздер. Нақты почти барлық цветтер бар, бірақ почти. Мына түрі ұнап тұр, мына түрі. Сары ма? Жоқ, сары емес, осы коллекцияң ұнап тұр, мынау. Иә. Мыналарға ғана, толстыларға қарағанда мынау әдемірек екен. Иә. Ал біз уже сумка пакетиком бастаймыз. Вот ол. Бізде, басқа видеода бізде мынандайлар шыққан. А біз қазір басқасын ашамыз. Здесь большой выбор. И бұлақта не болады екен, достар. Нақты бәрі шықты. Қаттар. Мен просто мыналарды былай істей саламын. Все. Часа ол бізде қатты ұнап тұр. Прям милый сабаққа алатын дәптерлер мынандай. Бірақ мынақта, кажется, мынау дәптер английский языққа сияқты. Бірақ маған қатты ұнады. Көп дәптерлер ма? 4 дәптер екен. Я прям төрт. Достар, барлық сумкаларда всегда беспорядок болады ғой. Сол үшін менде тоже сумкамның реальностьта, менде тоже барлықтары беспорядок. И мынау сумкада тоже. Круто! Шапалақтайсыздар маған вообще. Барлық қыздың сумкасында беспорядок, Фатима, сенде қандай? Следующий ол бізде мынандай розовый пушистенький пенал. Кстати, ол бізге мынау напоминать етіп тұр. Ұқсамайды? Я прав. Мынандай красивый маған қатты ұнайды. Мен оны тоже өзім таңдадым. Біз оны давайте мынауға қоямыз. Өйткені бұл тоже беспорядок. Менде тоже ол былай төрт-бұрыштан болады. Сосын барып мен айттым, что менде тамақтар болады. Всегда алма жейді ғой Фатима бізде. Я, бізде даже столовыйда тамақ, мынандай тамақты береді. Мынандай қарап алыңыздар. Ой, блин, мынандай листикпен. Вообще, маған, наверное, бұл қатты ұнайды. Дайте оны мынаяққа. Достар, менде уже почти бітті. Менде всегда мынау матем болады, қазақ тілі болады, даже әдебиет болады, бірақ мынақта жоқ екен. Ну, нормально. Смотри, у меня iPhone, менде тоже сумкамда болады. И пенал, и алма столовыйдан алып келем, и өзіме алып келем. И дәптердер тоже. Менде әлі тағыда бір пакетик қалды. Ол жақта вообще күштісі сұрақта болады вообще. Өйткені мамам біледі. Мен білем, уже біліп тұрмын не бар екен. Пакеттердің бәрін мен салдым, себебі Фатима ашатын болғандықтан Фатимаға сюрприз болсын дедім. Я. Вот мынандай красивый маған. Сіздерге именно қай пакетик ұнады мыналардың ішінде? Айфон ба, пенал ма, дәптерлер ма? Мысалы, маған дәптерлер ұнап тұр. Что, правда? Саған ше, Фатима? Маған, наверное, мынау пеналмен алманды. Алма причина. Өйткені мен алманың қатты жақсы көремін. Ал пенал ол уақытта көп ручкалар. Поэтому уақытта көп нәрселер, возможно, даже мынаның ішінде. Вот. Мен неге Фатимаға матеммен қазақ тілді ғана салдың десеңіздер, күніге Фатимада осы 2 сабақ қана болады. 2 сабақ күнде болады. Сол себепті осы 2 сабақты таңдадық, иә, Фатима? Иә. Ал әдебиет, например, бүгін менде әдебиет болмады. Менде тек қана матем, қазақ тілі, дыши, цифрлы, орыс тілі болды. Түгілі. Келесі пакетикті ашамыз. Келесі пакетик бізде ол. Біз ендігіде келесіде қайталанбайды, былай бүктеп едік. Оказывается, бүктесек құртады екенбіз, енді бүктемейміз. Я, бізде мынандай пакетик. Красиво. Мынақты бір кармашкасы шығып тұр. Так, давайте оны ашамыз. Он вообще қатты, да? Уже көрдім. Мынандай красиво, қараңыздар. Вообще. Мынандай кофточкасымен белый и мишка, мынақты білмеймін не жазылып тұр. Мам, что там написано? Cool Kids. Cool Kids деп жазылып тұр. Бала. Мишканың қасында. Сосын мынандай юбка. Я, мне кажется, бұл образ сабаққа. Бұл бізде
4 номер. Вау! Күшті болды ма? Көрсетші бізге. Мынандай. Қараңыздар, мынандай юбка. Күшті сая, Фатима. Иә, мынақта көк. Сіздерге қай киім ұнады? Маған қатты ұнаған Мынаяқта сияқты. мынандайлары бар еще, Иә. қараңыздар. Маған қатты ұнаған шығар, ол, наверное, мынау мишка. Өйткені ол ең күшті, в итоге ол сабаққа. Ал мен Сабаққа барасың. иә, мен сабаққа барам в итоге. Бізде бұл жақта тоже тағы да бір пакетик бар. Еще сумкада тоже бір пакетик. Маркерлерде тоже бір пакетик, барлықтары бір пакетик. Кроме нашего хита. Ну да, конечно, только наш хит. Ең Фатиманың қатты күткені осы кукла лол болды. Мама, кукла лолды ашайыншы деп. Көреміз енді. Мен өзім ұмытып тұрмын қазір кукла лолдардың ішінде қандай бар, үлкен пакетте не бар, есімде жоқ. Менде вообще мынау үлкені. Мынақта бір сөз айтып тұр, бірақ пофиг. Менде тоже мынау қыз бар, кукла лолда. Да, почему мен всегда лол деген кезде ра айтамын, блин. Мынау маған қатты ұнайды. Ең пакетиктерден мынаудан ұнады. Сосын мынау түрінде бізде мынандай бар. Бірақ мен мынақтан ашпаймын, өйткені бұның ішінде пакет. Мен оны, возможно, жерде аласамын. Оның арты да сондай, Фатимандағының. Алды да, арты да. Мынау кішкентайынан бастайық. Так. Сосын бір пакеттің ішінде бір-ақ штуктан болмайды, балалар. Что, правда? Иә, көп штуктан болады. Үшеуден сияқты. Мынақта мынандай семейка сияқты вообще. Иә. А вы семейку мне поставили? Половину көрсетем, короче. Көздері бірдей, барлық шаштары бірдей. Ұнады ма саған, Фатима? Так, давайте бірінші. Мынау үлкен кукла. Бұл, мне кажется, мамасы или сестрасы. Бірақ мен білмеймін өзім. Мамасы ғой енді. Мамасы ма? Иә, мамасы анау қызы. Мамасы мынандай туфлида болады ма? Иә, енді олар Коронада болады ма? бола береді. Так. Этим мынау шетіле қоямыз. Енді мынау кішкентайсын давайте. Или хотя давайте... Давайте надо. Все. Вот так. Что-то мынау қыз одиночка болып тұр мынаяқта. Мамасына жақындатып қойдың ғой. Ладно, тек қана көшеді. Саған ұнады ма, Фатима? Маған қатты ұнады, особенно мынау семейкасы. Шын ең күштісін аштың сен бүгін. Маған именно осы түрі ұнаған коллекциясы. Да, возможно. Енді ең үлкені мынандай. Бірінші лайк басып кетсіңдер. Әйтпесе бұл вообще-то ең күштілер, возможно, даже. Мен өзім көрмедім пока что. Бірақ бұлар, возможно, даже какие-то крутые. Да? Давай аш. Так, лайк басыңдар ма? Подписка басыңдар ма? Бастық. 3-тен бастай. 1, 2, 3. Все. Кім басты, сол молодец. И ол видеоны продолжать ете берсе болады. Ал кім баспады? Кете берсеңдер. Мен видеомды қарамасаңдар. Мынақта бізде салған. Мынақта, короче, бізде бұл подружкалар ма? Иә. Мынау үлкені, вот мынандай үлкен подружкасы. Мынандай шалбар, красивый. Бұның шашы мынандай, а мынада тоже сондай шаш. И бірақ вода тоже белый костюм. И даже розовые оттенки. Бұл үлкен бұлар. Размері Фатиманың алақанымен бірдей. Мне кажется, некоторые ойлады, что бұлар сестры. А нет. Біреу апарық, біреу томпақ. Қалай сестры? Бірақ бола береді ғой сестрылар. Ну да. Біреу арық, біреу томпақ. О, прям надпись тут. Надпись пока. Достар, бұл пакетикте бізде куклалардың пакетикте бізде мынандай шықты. Бірінші мынандай семейка. Мамасы,
Оның әтеші. Питомец мысық қой. Ну, пофиг, будем назвать его Атиш. Будет курицей вообще. Потому что копирка она. Ладно, все. Потом оның қызы. Бірақ қызы кішкентай екен, Мұстафа сияқты вообще. Следующая коллекция. Бізде мынандай болды. Біріншісі что-то үлкен екен, да? Короче, мынандай үлкен сақина. Ол, мне кажется, ода 16-25 лет оған, возможно, жас вообще. А мынаған, наверное, 13-15 и все. А мынаған 25 сияқты. Өйткені возрастары, если посмотреть, то тогда непонятно. Достар, ал киім пакетикте. Ну вот, біз оны мына яқта бәрін жауып тастадық. Все, мына жақта бізде бірінші видеода бізде мынау шықты и мынау шықты. Өйткені біз ояқтан 2 пакетик сразу ашып тастадық. Өйткені ол менің бірінші видеом болды. Ой, возможно, да. Екінші видео болды. А мынау, оказывается, үшінші. Мен ойладым, что бұл екінші. Ну, пофиг. Мына жақта бізде мынандай екінші видеода и мынандай. Ал үшінші видеода бізде мынандай красивый киім. Сабақтың ағаны саған сол болыпты. Ал сіздерге қайсы қатты ұнады? Комментарияға жазып кетіңіздер. Мен қазір... Біріншісі. Да. Сіздерге 100% мынау ұнады. Мен 100% айтып тұрмын. Келесі бізде мынандай менің кітабымда, ну, то есть менің сумкамда барлық мыналар бар. Даже мальчик, мынау. Ну, алматы у меня нередко. Был менде почти всегда. Почти. Келесі күшті болады, Фатима. Что, правда? Күшті нәрсе шығады. Круто. Дальше бізде мынандай маркерлер. Маркерлер. Бұда бізде тек қана бір Оның пакетик. ішінде әлі көп штук бар еще. Үшеу целых, да, үшеу. Капец. Арқысын көрсе, ар жағында тағы бір несі бар, ол Фатима ең бірінші видеосында ашқан сіздерге. Точно! Бізде мынақта бірінші видеода менде мынақта ақшалар копилкасы. Көрмеген болсаңыздар, ең бірінші видеосын көріп кетіңіздер. Бұл пакетикті біз аша екеміз дедік. Бірақ қазір аша кетіп қалды, сол үшін, к сожалению. Мен елім орнына, мен шақырған, мама көмектеші, менің арманымды орындашы, мен пакет ашқым келеді. Кстати, мама маған өзіне тоже куклы жасады. Ол ойнағанына да жасап берді. Өйткені мен де қатты жақсы көрдім. Мен оны, мама маған оны жасап берді, ал мен оны кестім. Өткен мамасы, ергім. Болды енді. Бүгін көрдіңіздер, новый жаңа коллекциясы ол бізде кукла ол болды мен. Бізде оқты шыққаны. Наверное, мен оны келесі видеода жақына бір-бірден ашамын. Бұлаки. Видеосы Фатиманың ұнаған болса, сіздер лайк басып кетіңіздер. И подписка, и комментарий. Кім бірінші болады, соған аккаунтына кіремін де подписка істеймін. И это правда. Сол үшін сіздерге каталогтан қайсы ұнады. Соны кетіңіздер. Сол үшін лайк басыр. Обязательно. Обязательно. И пока-пока, мен құды.